Кім-дегім жақсыдыр, жамандыр, ғибадат қылып жүрсе, оны ғибадаттан тыюға аузымыз бармайды. Әйтеуір, жақсылыққа қылған ниеттің жамандық жоқ қой дейміз. Ләкин сондай адамдар толымдық ғибадатқа ғылымы жетпесе де қылса екен. Бірақ оның екі шарты бар, соны білсе екен. Әуелі, иманның ихтихатын махамлемек керек. Екінші, үйреніп жеткенше осы да болады ғой демей, үйрене берсе керек. Кім-дегім үйреніп жетпей жатып үйренгенін қойса, оны Құдай ұрды. Ғибадаты ғибадат болмайды. Ләкин, кім-дегім иман неше нәрсе бірлән кәмілет табатығын, неше жерден бұзылатығынын білмей, басына шалмұрап, бірадар атын көріп, ұрузашыл, намазшыл болып жүргені көңілге қалың бермей тұрып, жыртысын салған құсайды. Күзетшісіз, ескерусіз иман тұрмайды. Ықыласымен өзін-өзі аңдып, шын діни шыншылдап, жанашып тұрмаса, салғырттың иманы бар деп болмайды.